Әдеттегідей Айзере қызымды шомылдырып, шашын тарап екеуміз ойнап отырғанбыз. Бір кезде есіктің қақпасын сындырардай тарсылдатып, жүрегім аузымнан шығып кете жаздады. Қызым да шошып құшағыма тығыла берді. Сыртқа қарап есікті ашсам, Айзеремнің туған шешесі, нағашы апасы, нағашы әпкесі екен. Жанында полиция қызметкерлері бар, топырлап, әй-шәй жоқ үйге баса көктеп кіріп келді. Балапанымды қолына алып, қызымды өзіммен алып кетемін. Осынша шыдағанымда жетер, деп Айзеремді тірі қуыршақтай ары-бері жұлқылап жатыр. Бұл менің қызым, қалайша мен сіздерге беремін? Басында бас тартқан өздеріңіз емес пе? 10 айдан бері мен бауырыма басып келдім емес пе? Деп шырылдағаныма қарайтын олар жоқ. Сен тумаған әйелсің. Сенде балаға деген мейірім қайдан болсын? Аналық махаббаттың не екенін қайдан білесің сен? Тарт қолыңды қызымнан. Міне соттың шешімі, деп бір жапырақ қағазды лақтырып жіберіп, қошақанымды шырылдатып, маған мамалап қолын созып жылағанына қарамастан қақпадан шығып бара жатты. Мен жерге сұлқылап, еңіреп жылағаннан басқа ештеңе істей алмай қалдым. Арада жарты сағат өтпей анашым келгенде, анашым, Айзеремді алып кетті. Енді қошақанымды ешқашан көрмеймін. Енді қалай өмір сүремін? Олар ақыры өз дегендеріне жетті ғой анашым, деп анам екеуміз қара жерге отырып алып, құшақтасып жылай бердік. Әкеміз ерте қайтыс болғандықтан анамыз қайтып тұрмысқа шықпады. Ол кезде біз бауырымыз екеуміз кішкентай болатынбыз. Екеумізді бөтен еркекке жәутеңдетпейін деп анам жастай жесір қалса да маңына ешкімді жолатқан емес. Нағашы әжеміз балаларын кішкентайында тұрмысқа шықсаңшы, бәрібір ер азамат керек қой деп талай айтса да бас тартқан еді. Өз күшімен бізді жетілдіріп, үй-жайымыз болып, ешкімнен кем қылмай өсірді. Екеумізді де оқытты. Мені студент көзімде танымайтын біреулер алып қашып, 2 айдан соң күйеуім жол апатынан қайтыс болды. Содан мен анамның үйіне қайтып келдім. Аяғым ауыр екенін сол кезде білдім. Бірақ тексеріле келе бала жатырдың сыртына біткенін білдім. Дәрігерлер тууға болмайтынын айтып, шұғыл ота жасап, баланы трубкамен қоса алып тастады. Енді бала сүйе алмайтынымды да естіртті. Қайғыдан қан жұтып жүргенде арада бірнеше жыл өтті. Уақыт емші емес пе? Мен өз кәсібімді аштым, астыма көлік алып, жағдайым жақсара бастады. Бірақ әлі де балаға деген махаббатым сөнген емес. Кішкентай баланы көрсем құшағыма алып иіскей беретінді шығардым. Ойлана келе Астанаға экоға барамын деп шештім. Анашым да бұл шешімімді қолдады. Алайда бұл тәуекелімнен де ештеңе шықпады. Яғни бала көтер алмадым. Бір күн үйде қонақ күтіп жүріп, туысымыздың құрбысымен сөйлесіп отырғанбыз. Ертесіне ол әйел үйде қалып қойып, екеуміз түнімен сырластық. Мен бала сүйгім келетінін айтып, көз жасымды сығып алдым. Ол әйелді Құдай айдап келгендей, ойбай-ау, менде бір таныс қыз бар ғой. Сол 5 айлық баласын жасанды түсікпен алдырғалы жатыр. Сен сол баланы бауырыңа бассаңшы, әрі ол қызды да құтқарамыз, ішіндегі баланы да құтқарамыз дегенде мені тоғырғандай орнымнан атып тұрдым. Сөнгелі жатқан үмітім қайта жарқырап жанғандай болды. Бірнеше секундтың ішінде баланы қолыма алып иіскеп қойныма алып жатқанымды елестетіп үлгердім. Қуанғанымнан ұйқым шәйдай ашылып, әлгі қыз туралы егжей-тегжей сұрай бастадым. Жас қыз Алматыда жүріп, шалыс басып, аяғы ауыр болып қалған екен. Әке-шешесі оның жағдайын білмейтін көрінеді. Әкесі өте қатал, шешесі де намысшыл екен. Бізде баламызды қателігімен жақсы көру деген жоқ қой. Өте намысшыл халықпыз ғой. Алайда қызымыздың бөтен қалада ойнап жүріп от басып қалатынына біздің берген тәрбиеміз кінәлі. Бала кезінен бар махаббатымызды берсек, мейірімге тойдырып жіберсек, ол қыз басқа біреуден мейірім іздемес еді. Бөтен біреудің жаным күнім деп айналғанына сеніп, сезімнің жетегінде кеткен қыздарымыз қаншама. Бала кезден баламызбен сырласып, еш қорықпай барлық мәселесін айта алатын болса ғана ұрпағымыздың жүрегінен орын ала алады екенбіз. Ал сәл қателік жасаса ұрсып, жер-жебіріне жеткізіп бетіне баса беретін болсақ, ол баланың жүрегіндегі жол біз үшін жабылып қалатыны анық. Сонымен аяғы ауыр қызымыз не істерін білмей,
Құрбысына айтады, құрбысы анасына айтады. Міне, анасы енді маған айтып отыр. Таңертең тұра салып, анама айтып едім, ол да қуанып келсе кетті. Енді бұл әйел әлгі қызбен сөйлесіп, ертең бір хабарын айтамын деп қайтып кетті. Ал енді уақыт өтсе ше? Сағат санап, секунд санап отырдым ғой. Бір кезде телефоным шырылдағанда, шошып оянғандай жан таласа көтердім. Ақбота, қыз келісім берді. Ертең екеуіңді кездестіремін, бірақ оның шарттары бар екен, дегенде қуаныштан айғайлап жіберіппін. Анашым жүгіріп келіп, не болды қызым-ау, тыныштық па? Анашым, қыз келісімін беріпті. Енді мен ана атанатын болдым. Қандай бақыт десеңізші, деп анамды құшақтап, айналдырып билей бастадым. Ертесіне Алматының бір кафесінде кездесетін болдық. Сол түні менде ұйқы болмады. Түнімен қобалжып, жоспарлар құрып, ұл болса мынандай киім аламын, қыз болса бәрін күлгін түсті киім әперемін деп қиялданып таңдатырдым. Ерте тұрып дайындалып, бар киімімді киіп, анашымды да асықтырып, сақадай сай болып телефонды столдың үстіне қойып, хабарласуын тағатсыздана күтіп отырмыз. Таңғы сағат 10-дарда хабарласты. Шақырған жеріне барсақ, әп-әдемі қыз екен. Анасы және құрбысының анасы үшеуі отыр екен. Іші білініп қалған. Әлгі қызды сондай жақсы көріп отырмын. Бір кезде анасы: міне, сіңілім, қызым осы. Есімі Әйгерім. Әкесі бұл сұмдық туралы білмейді. Білсе, екеумізді де өлтіреді. Айналайын сіңілім, сені бізге Құдай айдап келді ғой. Мен өзім кеше ғана естіп өліп қала жаздадым. Баланы алдырып тастаймыз деп отырғанда мына кісі тоқтатты, деп құрбысының анасын көрсетті. Осы кісі болмағанда біз баланы жасанды түсікпен алдырамыз деп шешкен едік, бірақ қызым ертең күйеуге тиіп бала көтеруі керек қой. Біріншісін алдырсақ, мүлдем бала туа алмай қалуы мүмкін. Оның үстіне жан бітіп қалған баланы өлімге қимадық, деп көз жасын сығып алды. Жарайды, мен қызыңыздың барлық шығынын көтеремін. Босанғанша өзім қараймын, бірақ бәрі заң жүзінде болу керек. Ертең жалтарып кетпеулеріңізге кім кепіл, деп қоқ етерін айттым. Әрине жаным-ау, мен өзім намаз оқимын. Еш уақытта өтірік сөйлеген емеспін. Мінеки, кімдер келіп кетпеген жерде отырмыз. Алланың атымен ант етейін, осы қызды аман есен босандырып алсаң, сені қайтып мазаламаймыз. Мен бұл қызымды ақ көйлек кигізіп ұзатқым келеді. Аман есен босанып алса, қыздық салдырып күйеуге беремін, деп нан ұстап сүйіп өлердегі сөзін айтқан. Әрине мен сендім. Сонымен қол алысып, Айгерімді үйімізге алып келдік. Мен Айгерімнің бар жағдайын жасадым. Киім әпердім. Неше түрлі дәрумендер, еш жерге тіркелмегендіктен өз үйіме тіркеп, ауруханаға апарып, барлық жөн жоралғысын жасадым. Алматыда әпкесі мен жездесінің қасында тұрғысы келетінін айтқан соң, сол жаққа жібердім. Олардың пәтер ақысын төлеп, барлық азық түлікпен қамтамасыз етіп отырдым. Жұмыстан шыққан соң күніге пәтерлеріне барып, серуендетіп, таза ауа жұтқызып, бар жағдайын жасадым. Айы күні жақында перзентханаға түстік. Мен де қасындағы бөлмеге жаттым. 16 маусым күні қыз босанды. Келіскеніміздей босана салып, қызды менің қолыма әкеліп берді. Сол кездегі қуанышымды айтып жеткізе алмаймын. Өз көзіме өзім сенбей, баланы қолыма алғанда жылап жібердім. Анашым, қараңызшы, мынау менің қызым ба? Шынымен менің қызым ба? Түсім емес пе? Деп анама қайталай бердім. Анашым, есімін өзіңіз қойыңызшы. Менің ыстық соғымның бәрін көтеріп келе жатқан өзіңіз. Мен сізді мақтан тұтамын. Есімін кім деп қоямыз? Ойландыңыз ба? Рахмет, алтын қызым менің. Мен есімін баяғыда ойланып қойғанмын. Қыз болатынына сенімдедім. Ендеше есімі Айзере болсын. Керемет есім, Айзере. Айзеруша, Айзере, деп құлағына 3 рет сыбырладым. Айгерімді 3 күннен соң анасы шығарып алып кетті. Кетерінде нотариусқа барып, баладан бас тартамын, ешқашан мазаламаймын деген қолхат жазып берді. Бала әлсіздеу болғандықтан біз бір жұмадай жаттық. Үйге шығарда бауырым той құсатып шығарды. Көлігіне шарлар іліп, құшақ-құшақ гүлімен, дәрігерлерге сыйлығымен бүкіл ағайынды жинап күтіп алды. Сонымен үйге келіп, арқа-жарқа болып берекеміз кірді. Айзереге жасанды тамақ беріп, түн ұйқымды 4 бөліп қарадым.
Аналық махаббатым одан сайын үдей түсті. Қызыма қарап жатудан талмайтынмын. Кейде өзімнің көзім өтіп назарланып қалатын, арасында ауырғандары бар, түнімен жылаған күндері де болды. Алайда анашым мен келінімнің көмегінің арқасында бұл қиындықтардан да өттік. 3 айлығында қылық шығарып, ыңылдап сөйлеп маған әңгімесін айтатын. Мен еркелетсем, күліп жымиғанда жүрегім жарылардай қуанатын едім. Осылай күндер өтті. Енді мен құжаттарды дайындауға кірістім. Айтпақшы, бала туыла сала метрге алуға біраз қиындық болды. Ойласа келе, Айгерім мен інімді ЗАГСке тұрғызып, екеуі ата-анасы болып, әрең дегенде метрге алғанбыз. Қорғаушымыз: еш қорқпаңыздар, бұл уақытша, баланы өз атыңызға аударғанда метркені ауыстырамыз деген болатын. Міне, 4 ай өтті. Мен 200 мың теңгеге қорғаушы жалдадым. Барлық құжаттарды жинап, Таразға бардық. Айгерім сол жақтың қызы болатын. Сот құжаттарымызды көріп, бәрі дұрыс екенін айтты. Осы 4 айға шейін Айгерім анасымен мазалаған емес. Алайда 4 айдан соң қыз сотқа арыз жазыпты. Анам мен құрбымның анасы екеуі мені қыспаққа алған соң келіскен едім. Енді өкініп отырмын. Түнімен ұйықтай алмаймын. Балам мені шақыра береді деп жазылған екен. Оны естігенде мен шок болдым. Бұлар мені мазаламайды деп сенімді жүрген едім. Қалайша? Анасының ант су ішкені не болды? Намаз оқимын деп нан ұстап сүйгені ше? Сонда бұлар өтірік айтқан ба? Деген жауабы жоқ сұрақтар басымды жарып жіберердей миыма сыяр емес. Қорғаушым тағы да қорықпауымды өтініп, бәрін өзі реттейтін болып, екі ортада жүрген ақшасын төлеп отырдым. Алматыдан Таразға барған сайын жолына 20 мыңдап беріп, ресторандарға апарып, олардың да барлық шығынын көтердім. Бірақ қорғаушым нағыз су жұқпас болып шықты. Қолынан ештеңе келмейтін, тек уәдені үйіп төгіп беретін біреу екен. Бір күні қорғаушым келіп: судья 1 миллион теңге сұрап жатыр. Осы соманы берсеңіз, қыз сіздікі болады деп ашық айтты. Менің жанымда 500 мың теңге болатын. Осыны бере тұрыңыз, қалғанын ертең тауып беремін дедім. Сол күні бұлардың әңгімелері өзгере бастады. Аналардың менен бұрын ақша беріп қойғаны белгілі болды. Сонымен сот шешімі Айгерімге қарай ауып, менің күйеуім болмағандықтан бала өз шешесінде қалсын деп шешті. Мен жылап еңіреп, қайта шағым түсіретінді айттым. Қорғаушым еш нәрсені тындырмаған соң берген 500 мыңды қайтаруымды талап еттім. Сонда ол 360 мыңды бөлек, 140 мыңды бөлек беріп тұр ғой. Судьяға ақшаны толық бермей, 140 мыңды өзі жымқырып қалған екен. Менің оған берген 200 мыңыма қанағат тұтпай тұр сонда. Алламай, бұл жемқорлық қай жерге барсаң да аяғыңнан шала беретін болды ау. Соттың шешіміне қарсы болған соң қайта қарастыру үшін бала уақытша бізде қалды. Біз енді басқа қорғаушы іздей бастадық. Қорғаушымыз ештеңе тындыра алмай, біздің істі жүргізбеймін, ақшаларыңызды қайтарып беремін деп мүлдем бас тартты. Міне, ол ақшаны әлі күнге дейін қайтармай қашқақтап жүр. Ол 200 мыңнан бөлек қаншама шығын жұмсадым. Ол шығынды бермесе де тұтас ақшамызды қайтарса жақсы болар еді. Өйткені ары-бері шапқылап жүріп, қаншама ақшам кетті. Көлігімді де сатып жібердім. Бар арманым қызымды өзіме алып қалу үшін ештеңені аямадым. Сонымен біз екінші қорғаушы жалдадық. Осылай арпалысып жүргенде Айзерем 6 айға толды. Одан сайын қылық шығарып, тәп-тәтті болып кететін. Еңбектеп жүріп, барлық бөлмені шарлап мені іздейтінді шығарды. Алайда мен тынбай еңбек етуім керек. Өйткені қызымды бермеуім үшін көп қаражат керек болатын. Анама тастап, ерте жұмысқа кетіп қаламын. Өзімде қимай-қимай сүйе беріп, жұмысқа әрең кететінмін. Айзерем күні бойы мені күтетін көрінеді. Есік ашылса, мен екен деп жалт қарайды екен. Мен жұмыстан келгеннен маған асылып, қол басымды жуып болғанша аяғыма жабысып жылайтын. Мен даладан келгенде міндетті түрде қолдарымды сабындап жуып барып қызымды қолыма алатынмын. Айзере екеуміздің шексіз махаббатымызға елдің бәрі тамсанатын. Түнде ұйықтағанда бауырыма кіріп кете жаздайды ғой. Таңертең ояна салып, мені іздеп, жылап, бөлмелерді еңбектеп тексеріп шығатын көрінеді. Інімнің 4 бала шағасы бар, анам бар, бәріміз Айзеренің асты үстіне түсетінбіз. Келінім де сондай алтын, өз баласынан артық қарады. Анашым мен бауырыма, келініме алғысым шексіз.
әрқашан мені қолдауларын тоқтатпаған. Алланың нұры жаусын дегім келеді. Сонымен екінші қорғаушым орыс тілді екен. Тағы да 3 рет сот болды. Сот қазақша болғандықтан қорғаушымыз ойын жеткізе алмай соңында сот әйгерім жақты жақтап, менің күйеуім болмағандықтан толыққанды отбасы емес деп, қызды туған анасына қайтаруымды талап етті. Сонымен іс жабылды. Мен зар еңіреп қалдым. Қошақаныммен тағы біраз бірге болуымды өтініп, қоштасуға 1 ай уақыт берді. Ол кезде Айзерем 9 айлық болатын. Енді ойлаңыздар, 9 айлық баланың қандай қылықтар шығарып, ең тәтті кезеңі емес пе? Тілі былдырлап, мені алғаш рет мама деп атады. Аналық сезім деген өте керемет қой. Балаға деген махаббатымды айтып жеткізу мүмкін емес. Мен қызымды алып кететініне сенбедім, сенгім келмеді. Мүмкін әлі де бас тартатын шығар, мүмкін күйеуге тиіп кетсе ұмытатын шығар деп, өзіме түрлі сылтаулар тауып алдым. 1 ай деген бір күндей өте шықты. Оның үстіне карантиннің кесірінен олар мерзімнен ерте келіп алды. Енді менің Айзеремен қоштасатын сәтім келді. Олардың қалай келгенін басында жазған болатымын. Жай сөзбен келіп кешірім сұрап, рахметін айтып кетсе де, мен бұлай қайғырмас едім. Жендеттерімен үйге аяқтарын шешпей кіріп, маған ауыздарына келгенін айтып, сен бейшарасың, осы бейшаралығынан байға тие алмай жүрсің, сені байда алмайды, құдайда алмайды деп, неше түрлі өмірімде естімеген сөздерді айтып, Қошақанымның көзінше қарғап кетті. Менің анам маған еш уақытта қатты сөйлеген емес, тіпті қателіктеріме де ұрысқан емес. Мынандай аузы сасық адамдар бар екенін бірінші рет көруім. Ол күні үйде 12 жасар інімнің баласы болған. Ол байқұста шырылдап, оларға жалынып жатыр. Апай, Айзерені әкетпеңізші. Мен өзім қамқор боламын оған. Тек алып кетпеңізші. Әпшем онсыз өмір сүре алмайды ғой, деп аяғына жығылып жатса да, итеріп жіберіп көліктеріне отырып алды. Інім болса көлігінің алдына тұрып алып, жібермеймін, ол менің қарындасым, тастап кетіңіздер. Біз Айзерені қатты жақсы көреміз деп, көлікті кескектеп тұр ғой. Көршілерім келіп, інімді құшақтап алып кетті. Міне, сол күннен бастап менің өмірімнің қара сызығы басталды. Қатты күйзеліске түстім. Жұмысыма да бармай қойдым. Бар жұбанышым Қошақанымның жастығындағы тәтті иісі. Сол жастықты құшақтап жатудан талмадым. Ботамның туылғанынан түсірген видеосын кешке дейін көріп, жылап жата бердім. Жүрегімді жұлып алып кеткендей күй кештім. Алайда анашым мен бауырымның, психологтардың көмегінің арқасында мен орнымнан қайта тұрдым. Бірақ қызымды ұмытпадым. Жақындарым үшін, солардың мен деп шырылдағандары үшін есімді жиюға бел байладым. Анашымның маған көрсетпей жылап жүргенін де сезіп жүргемін. 4 жасар інімнің баласы да Айзеремді сұрап жылай беретінді шығарды. Мен осы мейірімді жақындарым үшін өзіме қайта күш жинадым. Егер жақындарым мені бұлай қолдамағанда, мен өзіме келе алмас едім. Бір күні сырттағы тапшанда шай ішіп отырсақ, 1-2 жігіт келіп тұр. Біз сот орындаушымыз. Ұлыңыз алимент төлемей жүр екен. Үстінен шағым түсті. Міне соттың шешімі деп, анама бір жапырақ қағаз ұстатып тұр ғой. Ойбай-ау, қайдағы алимент? Ұлым мен келінім тату-тәтті тұрады ғой. Міне 4 бала шағасы. Міне келінім деп, анам байқұс шар құрып жатыр. Қағазды оқысақ, сол баяғы Айгерім тағы арыз жазған екен. Бұл алаяқтардан құтылатын күн бар ма екен өзі, деп әп-сәтте у-шу болдық та қалдық. Ертесіне сотқа барып, мән-жайдың бәрін айтып, құжаттарды көрсетіп, інімнің келін бала-шағаның куәліктерін көрсетіп, бірінші қорғаушымызға хабарласып, тағы да сотқа жүгірдік. Бірінші қорғаушымыз сөзімізді растап, иә, басында жалған некеге тұруына мен көндірген едім, кейін бәрін туралап берем деп едім, бірақ қолымнан келмеді деп бәрін айтып берді. Үйге келген сот орындаушы жігіт біздің жағдайымызды түсініп, мықты қорғаушы тауып беретінін айтты. Сонымен шапқылап жүргенде інімнің есеп шотының бәрін құлыптап тастады. Інім болса, қоя беріңізші әпке, алимент төлесем төлей берейінші, бөтем адам емес қой, Айзереге беремін ғой, ертең өссе іздеп келетін шығар деп отыр. Жоқ, керек емес, сен не үшін төлеу керексің? Өз бала-шағаң бар емес пе? Ол алаяқтардың айтқанын істей берсең,
Ертең тағы бірдеңе шығарары анық. Жоқ, төлемейсің. Мен олардың сені пайдалануына жол бермеймін деп кесіп айттым. Сот орындаушы жігіт айтқан уәдесінде тұрып қорғаушы тауып берді. Шынымен де мықты қорғаушы екен. Жағдайымыздың бәрімен таныса келе, мен сіздерге көмектесем. Еш уайымдамаңыздар, бірақ мен келісім шартпен ғана жұмыс жасаймын. Маған 150 мың теңге төлесеңіздер, мен 3 жылға дейін сіздердің істеріңізбен айналысам. Қандай мәселе болса шешіп беруге тырысамын деп нотариус арқылы келісім шарт жасап іске кірісті. Құдайым-ай, осы қорғаушыны неге ертерек кездестірмедік екен? Мүмкін Айзеремнің көзімде қалуына көмектесер ме еді деп өкініп қалғанда жайым болды. Алдыңғы қорғаушыларымыз келісім шарт туралы тіс жармаған ғой. Біздің де көп қателіктеріміз бар. Заңды білмегеннің кесірі ғой. Бала туылмай тұрып құжат жасату керек екен ғой. Біз оны білмегенбіз, тек құрғақ сөзге, уәдеге сеніп жүре бергенбіз. Намаз оқимын деп нан ұстағанына сеніп қалдық емес пе? Қорғаушым нағыз өз ісінің шебері екен. Өте білімді, мәдениетті, адал ер азамат екен. Бір жұмаға жетпей інімнің барлық шотын аштырып, алименттен алдырып тастады. Бір тиын сұрамай өз көлігімен Таразға қатынап алаяқтардың үйіне барып, жетектеп жүріп істі тындырды. Сондағы Айгерімнің айтқаны: маған ақша керек, мен жалғыз басты ана деп құжат алып, үйге кезекке тұруым керек, қызымның жөргек пұлын алуым керек деп тек ақшадан басқа ештеңе айтпай отыр. Сонда кішкентай қызымның тағдырын ойлап отырған ол жоқ. Оның ертеңі не болады? Досыңнан көп дұшпаның бар. Бірі болмаса екіншісі айтып қояры анық. Сол кезде қызыңның жұдырықтай жүрегі не болмақ? Менің қошақанымды бұлар саудаға салып отырма сонда. Әрі қарай тәрбиесі не болмақ? Үйге келгенде мінездерін көрдім емес пе? Неше түрлі боғау сөздер, қарғыстар, қолындағы сәбиге қарамай бар даусымен айғайлаған дауыстары. Менің қызым осындай отбасында дәл осыларға ұқсап кетпеуіне кім кепіл? Сұрақ көп, жауап жоқ. Меніңше бұл кейіпкерім өте сабырлы, тәрбиелі, еңбекқор көрінеді. Бала үшін ештеңені аямай, көлігіне дейін сатып, бар күшін жұмсаған. Алайда жемқорлықтың кесірінен, алаяқтардың кесірінен ана мен баланы ажыратып отыр. Кейіпкерім әлі де үмітін үзбей отыр. Есі кірсе іздеп келетініне сенімдімін. Кішкентайынан түскен видеоларын компьютерге сақтап қойыпты. Іздеп келсе көрсетемін деп отыр. Алла қаласа тағы да Астанаға Экоға барып тәуекел жасап көретінін айтады. Не деген табандылық десеңізші. Ал Айзеренің туған анасына келетін болсақ, бұл қыз басында балалықпен алданып қалған. Аяғы ауыр кезінде баладан құтылғанша асыққан. Егер менің кейіпкерім баланы асырап алмағанда, Айзере бұл дүниеде жоқ болар еді ғой. Айгерімнің аналық сезімі босанғаннан кейін оянған сияқты, бірақ уәдесінде тұру керек еді. Ертерек күйеуге тиіп кеткенде бұндай болмас па еді. Анасы да ант суын ішкен соң сол сөзінде тұрып, тым болмаса Айзере үшін, оның тағдыры үшін өздерін тежеу керек еді. Алайда бұл тағдыр. Біз айтқанмен бәрібір пешенеңе не жазылса, соны көресің. Айзереміз ес тоқтатса, асыраған анасын іздеп келер деген үміттеміз. Қанша дегенмен 10 ай асты үстіне түсіп бақты ғой. Тектіліктің бір тамшысын болса да бойына сіңірді деп ойлаймын. Еш уақытта баланы пайдаланып саудаласуға болмайды. Баланы дүниеге әкелу ол үлкен жауапкершілік. Бақытты балалық шақты сыйлай білсек, баланың болашағы биік болады. Көбіне қылмыскерлер, ұрылар, нашақорлардың балалық шағына үңіліп қарасаң, зорлық-зомбылық көрген, жақындарынан қолдау көрмеген сияқты түрлі себептерді көруге болады. Ұрпақтарымыздың өмірі жарқын болсын десек, оларға махаббатымызды аямайық. Жылы сөзімізді айтудан жалықпайық.